Баршаңызға сәлем. Өте тәтті, өте оңай, оқтауды қажет етпейтін балды торт жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға балымызды және бір шай қасық ас содасын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай түске енген уақытта оттан алып қоятын боламыз. Енді 4 жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұз салып миксерлейміз. Үстінен қантымызды 3-4 бөлікке бөліп салатын боламыз. Біздің массамыз осындай ағарып, ұлғайған уақытта балымызды және алдын ала ерітілген майымызды үстінен қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Жақсылап араласқан соң, бір үлкен қасықпен мен какао қостым. Ол міндетті емес, өз қалауларыңызша қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Енді жақсылап араласқан соң, алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қоятын болам, сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Енді венчиктің көмегімен осылай ұнымды қостым. Жақсылап араластырып отырып қосамыз. Біздің тестіміз өте қою да емес, сұйық та емес, осындай бір келкі болып шығу қажет. Пергамент қағаздарымды осындай тарелканың мен маркердің көмегімен сызып алдым. Енді мына бетіне алмастырып, 3 қасықтан тестімізді салып, жақсылап тұрып жайып аламыз. Менде 6 корж шықты. Барлығын осылай жайып дайындап алдым. 180 градусқа алдын ала пешімізді қыздырып, 5-7 минуттан корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Біздің корждарымыз дайын болып жатыр. Енді осындай шағындау тарелкамен бәрін бірдей қылып кесіп алдым. Жылы күйінде кесіп алсаңыздар, қағаздан жақсы түсетін болады. Енді қалған жандарындағы бөліктерін тортымды әдемілеуге алып қоятын боламын. Біздің корждарымыз өте жұмсақ, өте әдемі болып пісіп шықты. Барлығы дайын болды. Енді кремімізді жасайтын боламыз. Кремге мен үй температурасындағы сармай және сгущенкамен жасадым. Бұл крем өте күшті, бұл тортқа өте қатты үйлесіп келеді. Енді корждарымды осындай кольцода жинайтын боламын. Кольцо болмаған жағдайда бірінің үстіне бірін қойып жасасаңыздар да болады. 3 қасықтан салып, корждарымызды жинаймыз. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Бұл торт өте тәтті, өте әдемі болып шығады. Мына кремі бұл тортқа өте қатты үйлесіп келеді. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Тортымызды жинап болдық. Енді біз жаңағы крошкамызды дайындап алғанша 15-20 минутқа холодильникке қоятын боламыз. Сол уақытта креміміз сіңіп, біздің тортымыз дайын болып тұрады. Қалған жандарындағы коржды осылай блендермен езіп алдым. Блендер болмаған жағдайда қолмен езіп алсаңыздар да болады. Енді тортымызды әдемілейміз. Осылай барлығын сеуіп, жан-жағына дайындап шықтым. Өте тәтті, өте керемет болды. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.